Салем достар, Ханчайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Куба елінің ұлттық сусыны мохито коктейлінің жасалу жолдарымен бөлісемін. Бұл сусынды ыстықта шөлімізді басып сергітетін алкогольсіз мохитоны үй жағдайында жасап көрсетемін. Мохито коктейлін жасау үшін маған қажетті заттар: тархун сусыны, бір лайм, спрайт сусыны, мұз және де қант қажет болады. Алдымен лаймды екіге бөліп аламыз. Екіге бөліп алдым, енді бір бөлігін алып қоямыз, екінші бөлігін тураймыз. Лаймды осылайша етіп турап алдым, енді оны ыдысқа саламыз. Арнайы осындай ыдысқа оның үстіне жарты лаймның шырынын шығарамын. Шығарып болдым. Енді оның үстіне бір қасық қант саламын. Қантымыз шырынмен еру керек. Ыдысқа тархунды құямыз. Жартысынан келтіріп құямыз. Осылайша құйып алдым. Енді оның үстіне спрайтты құямын. Құйып болғаннан кейін үстіне мұздарды саламын. Енді арнайы стаканға құйып ұсынамыз. Достар, біздің мохито коктейлі дайын болды. Өте әдемі және шөл басады. Үй жағдайында осы коктейлді жасауға кеңес беремін. Сіздің жаңа видеоларды жіберіп алуыңыз үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.